Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қатпарлы рулет дайындайтын боламыз. Ол үшін маргаринді үкіштен өткізіп, ұнмен араластырамыз. Одан соң салқын суға жұмыртқа саламыз, тұз, уксус құйып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне құйып қамыр жасаймыз. Қамырды тез-тез біріктіріп, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Салқын қамырды алып, жұқа қылып жаямыз. Осындай жолақтар кесіп, 180 градусқа 15-20 минут пісіріп аламыз. Креміне қаймақ пен қант ұнтағын араластырамыз. Дайын болған қатпарлы жолақтардың бір-екеуін осылай әсемдеуге үгітіп аламыз. Енді рулетімізді жинаймыз. Пищевой пленкаға жолақтарымызды қатар қылып қойып, үстіне крем жағып, орап тоңазытқышқа 2 сағатқа қоя тұрамыз. Видеода көрсетілгендей жақсылап ораймыз. Қатпарлы рулетімізді тоңазытқыштан алып, пленкадан босатып, бетін әсемдейміз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.